Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай Наполеон самсаның рецептімен бөлісетін болатынмын. Алдымен ұнымызды дайындап аламыз. Осылай тұзды салып, суымызды құйып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Июңі қанғанша илейміз қамырды. Қамырды неғұрлым қанша көп илесе, сонша қамырымыз жақсы болып шығады. Қамырымызды осылай илеп, жақсылап үшке бөлеміз. Үш бөлікке бөліп, үшеуін де қайтадан тағы қайтарып илеп, содан соң пищевой пакетке салып, холодильникте ұстайтын боламыз. Жарты сағат қамырымыз демалады. Біз қамырымыз демалғанша фаршымызды дайындайтын боламыз. Фаршымызды дайындаймыз. Тұзымызды, бұрышымызды және де осындай самсаға арналған приправаларды қосып, үстіне пияз салып, жақсылап араластырамыз фаршымызды. Біркелкі бар жері бірдей болу үшін көбірек араластырған жақсы. Содан соң әр қамырымызды осылай жайып аламыз. Жұп-жұқа қылып жаятын боламыз. Үшеуін де бірден жайып алып, содан соң бірінің үстіне бірін сары майымызды үккіштен өткізіп, қатпарлы қылатын боламыз. Қазір видеодағыдай видеоны толық мұқият қарап отырыңыздар. Міне осылай әр қамырдың арасына үккіштен сары майымызды өткізіп, осылай қабат-қабат бірінің үстіне қоятын боламыз қамырымызды. Содан соң қамырды оқтаумен осылай ораймыз. Жақсылап осылай кесіп, бөліп, бірінің үстіне бірін қоямыз. Сонда біздің самсамыз өте қатпарлы, кәдімгі Наполеонға ұқсайтын болып шығады. Содан соң дайын қамырларымызды осылай бөліп, тоңазытқышта 1,5-2 сағат ұстайтын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымыздың әр бөлігін 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жайып, самсамызды түйетін боламыз. Самсаларымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Піскен соң одан да әдемі болады. Бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт араластырдым.
содан соң кунжут пен макты сеуіп шықтым. Қалауыңыз бойынша кунжут пен макты сепсеңіз болады, сеппесеңіз де болады. Ал достар, міне біздің самсамыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, ас болсын. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.